Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Сіздер білен Наргиза. Мен бүгін сіздермен өзімнің панкейк жасау әдісім білен бөлісемін. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, 1 бокал құмшекер жақсылап ағарғанша араластырамыз. Енді үстіне 1 бокал сүтімізді құямыз. Сосын тағы да жақсылап араластырамыз. Бәріні бір келіпті масса болғанша әдемілеп араластырамыз. Сосын үстіне тағы 1 бокал ұнымызды қосамыз. Онда жақсылап елеп, үстіне 1 қасық разылхеттер қосып жібердім. Ол жер түспей қапты видеоға. Разылхеттер қосып жіберіп, 1 келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Мінекей видеода көрініп тұрғандай осындай масса хасыл болу керек. Үстіне 3 қасық, үлкен аш қасықты 3 қасық майымызды құямыз. Осымен біздің массамыз дайын. Жақсылап араластырып, бір кетіп араластырып, енді табамызға 1 қасықтан салып, осылай көбіршіктері пайда болады бетінде. Сосын арғы бетіне аударамыз. Панкейктерді бірін-кетін осылай аударып пісіріп ала береміз. Еш қиындық жері жоқ. Балдарыңызға ұнайды деген сенімдемін. Біздің балдар жақсы көреді. Мен боларды малинаның варенесі білен жеді. Сіздер қалаған варенелеріңізбен татсаңыздар болады. Мінекей, осылай 1 қасықтан салып, әдемілеп думалақ қойып қоясыздар. Сосын қызарғандан соң бетіне пүфекшелері қасыл болады, сол кезде арғы бетіне аударасыздар. Осымен панкейктеріміз дайын. Ас болсын. Канал ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.